Сәлем достар, бүгін осындай панкейки жасаймыз. Дәмі өте керемет болып, жұмсақ болып шығады. Таңғы асқа жасасаңыздар, өте жақсы желінетін болады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналымды қолдап, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаның сарысын бөлек, ағын бөлек салып аламыз. Сары уысымызға 70 грамм қант салып, венчиктің көмегімен немесе миксермен бірінші осылай қантпен сары уызды араластырып аласыздар. Сосын бірақ миксерді қосыңыздар, себебі қантымыз жан-жаққа шашырап кетуі мүмкін. Осылай массамыз біраз ағарғанға дейін миксерлаймыз. Үстіне 3 ас қасық сұйық май құямыз. 200 мл жылы сүтімізді құямыз. Барлығын араластырамыз. 230 грамм ұнымызды саламыз. Тағы да барлығын бірінші миксерді қоспай жай араластырамыз. Сосын ұнымыз біраз суланған кезде миксерді қосамыз. Жақсылап миксерлаймыз. Жарты шай қасық ас содасына біраз уксусты құйып, гасить етіп аламыз. Одан кейін бірақ массамызға құямыз. Барлығын тағы да миксерлаймыз. Массамыз біраз көпіріп, көтеріледі. Енді миксерімізді жақсылап жуып алып, ақ уызымызды миксерлаймыз. Бізге ақ уызымыз өзінің формасын ұстап тұратын күйге түскенге дейін миксерлауымыз қажет. Осылай міне крем сияқты болып шығады. Осыны жаңағы бірінші массамызға құйып, лопаточканың көмегімен астыдан үстіне қарата араластырамыз. Дәл видеодағыдай араластырасыздар. Үстінен басудың қажеті жоқ. Қызып тұрған құрғақ табамызға осылай 1,5 ас қасықтан ақырындап құйып, қақпақпен бетін жауып, панкейктерімізде бірінші тесік пайда болғанға дейін қақпағын ашпайсыздар. Енді екінші бетіне аударсаңыздар болады. Екінші бетіне аударғаннан кейін тағы да қақпағын жауып пісіріп аласыздар. Панкейктеріміз өте тез піседі. Балмен, қаймақпен, сары маймен жесеңіздер де болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап, үйдегілеріңізді қуантыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.